Сәлем достар, қалайсыздар? Біз жалпы осы Жапонияда тұрғанымызға 8 аяндікіне 9 жылдай уақыт болып қалды. Жапонияда жүріп, біз Қазақстанның қандай тұстарын сағынамыз? Сол ешкімге таңсық емес. Жалпы біз қазақтың тамағын сағынып жүреміз. Папамыз айтады да, мен Алтайда жүрген кезде қарным ашпайды деп айтады да, мына жаққа келген кезде қарны сөйтіп ашады екен да. Такси деп айтайық, мысалы қоқыс жәшіктерін. Дұрыс, көп жағдайда енді өзімізбен бірге алып жүреміз негізі. Велосипед болмаса көлік, тағы да басқа жаңа көлік түрлерін айдаған кезде төтенше жағдай болмаса, сен андай жаңа сигналды баса алмайды екенсің. Бір қаттырақ сөйлеймін да, жаңа даусымды жоғары көтеріп, басында мен соған ашуланатын едім. Жапония қанша дамыған ел болса, қаншалықты дамыған ел болса, соншалықты олар қарапайым болып келеді. Мысалы, қазір Қазақстанды сағынамыз, Алла қаласа, бәрі жақсы болып, елімізге қызмет етеміз, Құдай қаласа. Бір даусыңды шығарып, айқайлап, бір кең тыныстағың келеді. Қолдап кетіңіздер, әрдайым қуанамыз. Сәлем достар, қалайсыздар? Біз жалпы осы Жапонияда тұрғанымызға 2017 жылдан бастап 8 аяндікіне 9 жылдай уақыт болып қалды. Осы уақыт аралығында әрине біз өзіміздің туған жерлерімізді сағынамыз. Аян Алтай өңірлерін, Шыңжаңды сағынатын болса, мен өз кезегімде Қазақстанды сағынамын. Және де осы видеода, бүгінгі видеоны мен осындай тақырыпқа арнағым келіп жүр. Жапонияда жүріп, біз Қазақстанның қандай тұстарын сағынамыз, сол туралы айтып өткіміз келеді. Ал сіздер өз кезегіңізде бізді қолдап, каналымызға тіркеліп, пікірлеріңіз болса, комментарий астына қалдырып кетіңіздер. Ал ендеше бастайық. Кеттік. Жалпы бірінші кезекте, яғни ол ешкімге таңсық емес, жалпы біз қазақтың тамағын сағынып жүреміз. Әрине, мына жақта мен отбасын құрмай тұрған кезімде, мен негізі жаңағыдай жалпы көп тамақ пісіре бермейтінмін. Енді көп тамақтың түрлерін де пісіре алмайтын едім да. Көбінесе жаңағыдай жұмыртқа қуыра салам, болмаса дайын жаңағыдай кеспелер бар деген сияқты соларды ғана пайдаланып жүрген болатынмын. Бірақ отбасылы болғаннан кейін, баламыз болғаннан кейін әртүрлі жаңағыдай тамақтарды пісіріп үйренген болатынмын. Және ол әрине біз осы жақта жүрген кезде қазақтың тамақтарын да жасаймыз. Мысалы, аптасына бір рет ет асамыз, палауды жасаймын, қуырдақ жасаймыз деген сияқты әртүрлі манты, андай-мындай деген сияқты тамақтардың бәрін де жасап тұрамыз. Бірақ бір айта кетерлігі, осы жерде мысалы көптеген Қазақстаннан келген, болмаса жаңа Азия елдерінен, орталық Азия елдерінен келген адамдардан сұрасаң, бұл жақ алғашқы уақытта келген кезде қанша тамақ жесе де қарны тез аша береді екен. Тіпті біздің өзіміздің әке-шешеміз Шыңжаңнан келген кезде де мысалы сол бауырсақты жасаймын, сол нан пісіремін, сол тамақтарды жасаймын, лагман деген сияқты. Бірақ қарындары тез ашады. Сонымен папамыз айтады да, мен Алтайда жүрген кезде таңда кәдімгідей шайымды, үлкен бір кесе шайымды ішіп аламын да, тамағымды ішіп аламын да, содан мен кешке дейін тамақ жемей жүрсем де қарным ашпайды деп айтады да. Мына жаққа келген кезде қарны сөйтіп ашады екен да. Енді біз соны ойладық, неге деген кезде, әрине Жапонияда тамақтың сапасы басқа, құрамы басқа деген сияқты. Тіпті майының өзі, мысалы, тамақ жасайтын май бар ғой, пісте майы. Мысалы, соның өзі кішкене жеңілдеу болып келеді Жапонияда. Енді сөйтіп сондай түйінге келдім да. Кішкене бауырсақ пісірсең де, әрине ол бауырсақ болып шығады, бірақ та оның майы, құнарлығы болсын, майының сапасы болсын, жеңілдігі болсын, басқаша болады екен да. Ұндары да дәл сондай. Мысалы, дүкеннен сондай нан өнімдерін алсаң да дәл сондай болып келеді. Демек, енді біз өз кезегімізде енді Жапонияның тамағын жақсы көреміз. Мысалы, дәл сол бауырсақты мен Қазақстанға барып жейтін болсам, онда мен бір бауырсақтан артық жей алмаймын да. Неге деген кезде білмеймін, тойып қалам. Нанды да дәл солай, тамақты да дәл солай. Бірақ Жапонияда дәл сол тамақтарды жасасақ, онда біртүрлі тойып қалам, кәдімгідей жеткілікті дәрежеде жеп тойып қаламыз. Бірақ дәл сол тамақты Қазақстанда жейтін болса, онда асқазанымыз ауырып, жаңағыдай үйреніскеннің өзіміз 2-3 аптаға барамыз Қазақстанға. Соның алғашқы аптасы, тіпті менде кейде сол 3 аптаның барлығы да сол үйренуге кетеді, асқазанымды үйретуге деген сияқты. Осы Жапонияда жүрген кезде осындай тамақ жеймін деп өзім жоспарлап, ойлап барам да. Бірақ Қазақстанға барған кезде ол тамақтың ешқайсысын да жей алмай қайтам. Болмаса кішкене ғана ауыз тиіп, соның өзіне тойып
қалатын енді сәттер де болады. Яғни біріншісі біз Жапонияда жүріп Қазақстанның тамақтарын сағынамыз. Екіншісі, яғни ол такси деп айтайық. Мысалы, көп жағдайда енді баламен жүргеннен кейін басқа да бір шұғыл шаруалар шығып қалған кезде әрине такси ұстап кетіп қалғың келеді, сол баратын жерге барып жетіп алғың келеді деген сияқты. Бірақ Жапонияда кішкене таксидің қызмет көрсету жаңағыдай басқашалау да. Мысалы, алдын ала телефон соғуың керек, әрине қазір Қазақстанда да дәл солай, алдын ала телефон соғасың келеді деген сияқты. Бірақ бұл жақта бір несі, таксилер өте қымбат болып келеді да. Баратын жерің, енді ең қымбат көлік мына жақта ол такси да. Сол себепті адамдар жаңағы деншаны, пойызды, автобустарды көп қолданады. Ал таксиді көп адам қолдана бермейді. Өте шұғыл жаңағыдай денсаулыққа байланысты сондай бір жағдайлар болып қалмаса, онда жаңағыдай таксиді көп адам қолдана бермейді. Ал сонымен қатар көшеге шығып таксиді бүйтіп тоқтатуға да болмайды. Ол тоқтатқан күннің өзінде де саған ешкім тоқтамайды. Бірақ Қазақстанда бір ыңғайлысы сол, көшеге шығасың да таксиді тоқтата саласың. Бірақ қазір біз Қазақстанға мен бармағаныма 23-те барған болатынмын, 2 жылдай уақыт болып қалады. Енді ол кезде жаңағыдай таксиді тек қана шақырғанда ғана келетіндей жағдай болмаса, енді ол жағын білмедім. Бірақ мен бұрын Қазақстанда болған кезде сөйтіп көшеге шығып такси тоқтатып, келісіп, жаңа саудаласып деген сияқты жағдайлар болады. А Жапонияда бір несі, ешқандай да саудаласпайсың, кәдімгідей трекер болып тұрады, сол жерде мысалы жүрген жолыңа байланысты ақысын төлейсің. Және осы тұста айтқым келеді, мысалы Жапонияда қандай да бір киім сатып алсаңыз, болмаса бір тағы басқа бір нәрсе сатып алсаңыз, онда ешқандай да саудаласу болмайды. Ол Жапонияда өте дөрекі болып есептеледі, жаңа адамның еңбегін бағаламау деген сияқты. Қандай баға жазылып тұр, сол бағаға ғана аласың. Ешқандай да түсіріп беріңіз, бүйтіп беріңіз, сөйтіп беріңіз сияқты деген сияқты әңгімелер бұл жақта мүлдем жоқ. Үшінші кезекте ол қоқыс жәшіктері. Дұрыс па, дұрыс емес пе, бірақ менің келесі айтқан оқиғаларымнан өздеріңіз түйсеңіздер болады. Мысалы, біз Жапонияда көшеге шыққан кезде қоқысты міндетті түрде өзімізбен бірге алып жүреміз. Мейлі ол су ішкен жаңағыдай пластиктар болсын, бөтелкелер болсын, болмаса жаңағыдай жеген бір нан өнімдерінің, болмаса жаңағы онигири деп айтады, солардың жаңағыдай сырттары болсын, жаңағы салапандары болсын, міндетті түрде өзімізбен бірге алып жүреміз. Немесе арнайы қоқыс тастайтын жерлер бар, сол жерге барып тастаймыз. Бірақ көп жағдайда енді өзімізбен бірге алып жүреміз негізі. Ал Қазақстанда бір жақсы ма жаман ма, енді өздеріңіз қараңыздар. Әр жаңағыдай жерде қоқыс жәшіктері тұрады. Енді бір жағынан енді мен Қазақстанда болған кезде ол қоқыс жәшіктері толып жатса да адамдар қастарына тастап кете береді деген сияқты. Сол себеп жаңағыдай кішкене табиғатты ластайды деген сияқты минус жақтары бар. Бірақ Жапонияда, яғни ол бір жақсысы ма, қоқыс жәшіктері көп жерде болмайды. Тек қана бір үлкен парктерде болса, оның өзін сен бөліп тастауың керек. Пластикті бөлек, жанатынды бөлек, бөтелкені бөлек, кән деп айтады, соларды тастайсың деген сияқты. Әр кезде жаңағыдай сөйтіп бөліп тастау қажет болады. Ал көп жағдайда қоқысты өзіңмен бірге алып жүресің. Осы жаққа келетін көбінесе туристер болсын, алғашында үйренген қиындау болып келеді. Енді Жапонияны өте бір таза мемлекет деп айтуға бола ма, болмай ма білмеймін. Енді көшеде мысалы біз жүрген кезде кейде сондай жаңағыдай қағаздар сөйтіп көшеде жататын кездер де болады. Бірақ ол өте ондай көп жиі кездесе бермейді. Бірен саран ғана. Осылай. Енді қоқыс жәшіктерін кейде сөйтіп сағынып қаламыз. Балалармен жүргеннен кейін, коляскамен жүргеннен кейін кішкене толып қалады, бір қоя салғың келеді деген сияқты. Кейде арнайы бір сондай қоқыс тастайтын жерге барам ғой, мен тастап кішкене жүгімді жеңілдетіп алайын деген сияқты. Осындай жағдайлар болады екен. Ары қарай, яғни велосипед, болмаса көлік, тағы да басқа жаңа көлік түрлерін айдаған кезде төтенше жағдай болмаса, сен андай жаңа сигналды баса алмайды екенсің. Мысалы, мен өзімнің Инстаграмымда көптеген видеолар жариялаймын. Мысалы, көшеде келе жатқан кезде бірде-бір машинаның дыбысы естілмейді. Тек қана сол машинаның қимылы, мотордың дыбыстары естіледі. Былай ешкім сигнал басып, андай-мындай деп көшеде ешкім ұрсып тұрмайды. Деген сияқты. Бірақ велосипед кезде, мысалы, мен қазір Нашатайды балабақшаға велосипедпен апарып жүрмін да, мен мүлдем сигнал баспаймын да. Мысалы, алдында бір адамдар келе жатса, жолдың бәрін алып келе жатса, онда арттарынан жай жүріп, мені қашан байқайды деген сияқты. Болмаса мен сол кезде Ағыстайға бір қаттырақ сөйлеймін да, даусымды жоғары көтеріп,
Сол кезде естіп алып былай жылжитын кездерде болады. Бірақ көбінесе артынан бүйтіп жүрем. Ол неге басында мен соған ашуланатын едім да, неге жолды жүрген кезде мына көп жерде мысалы Канто аймағында жаңағыдай Жапонияның ол Токио, Йокохама кіреді. Жолдың сол жақ бетімен жүреді. Ал Осакада керісінше оң жақ бетімен жүру керек та. Мен мысалы сол жақ бетімен келе жатсам, бір адамдар сол жағымен де жүріп келе жатқан адамдар да болады. Ұзыннан былай оқушылар болады, бүйтіп ұзын жолдың бәрін жауып жүріп келе жатқан. Сол кезде мен басында ашуланатын едім. Неге өйтіп жүреді? Кішкене жолдың шетіне ығысса болады ғой. Мен велосипедпен келе жатырмын, алдымда бөпем бар, артымда да бөпем бар деген сияқты ойлайтын едім да. Бірақ кейін ойлап қарасам, мысалы, кейде үлкен кісілер сондай кездесіп қалады да. Оларға сен сигналды қатты бассаң, олар жаңағыдай абыржып, кенеттен жаңағыдай бір оқыс жағдай болуы мүмкін. Болмаса бір сигналды басып, олар қорқып кеткен, шошып кеткен жағдай болса, басқа жаққа бұрылып кетіп, жаңағыдай сондай бір төтенше жағдайлар болуы мүмкін деген сияқты. Енді солардың бәрін түсінгеннен кейін мен оған көп жаңағыдай ашулана бермейтін болдым. Велосипед айдағанымда білмеймін, жақсарғаннан кейін ба, бүйтіп айналып өтуге, сөйтіп өтуге тырысамын көп жағдайда. Енді шыдамдылығым артқаны рас. Енді ең соңғы кезекте осы айтқым келеді, Жапония қанша дамыған ел болса, қаншалықты дамыған ел болса, соншалықты олар қарапайым болып келеді. Мысалы, қазіргі уақытқа дейін Жапония, мысалы, бір мемлекет тарапынан бір ұқтырулар, хаттар болатын болса, оны сенің үйіңе поштамен жолдайды, яғни қағаз түрінде жолдайды. Балабақшаға, болмаса басқа да бір сондай мемлекеттік шараларға документтер жиналған кезде бізге жауабын міндетті түрде сол хат жүзінде үйге қарай жолдайды екен. Енді бір жағынан бұл көп адамдарға ыңғайсыздық туғызуы мүмкін, әрине, қағазды ашып оқиды деген сияқты бір андай артық істер көбейіп кетуі мүмкін да. Бірақ бір жағынан ол жаңағыдай көп адамдар, үлкен кісілер әдетте, Жапонияны білеміз, кішкене қарттар саны артып бара жатыр, оларға смартфон қолданған ыңғайлы емес, көздерін ауыртады, болмаса қолдана алмайды деген сияқты. Сол себепті хаттарды оқыған оларға жеңілірек келеді. Ал енді жастарға өз кезегінде әрине бәрін бүйтіп телефоннан тексере салған ыңғайлы ғой. Бірақ Жапонияның осындай бір жері енді жақсы ма жаман ба өздеріңіз бағалаңыздар. Кейде енді біз құжатты өзіміз, енді біздің жағдайда біз документтерді сөйтіп электронды түрде бүйтіп ала салғымыз келеді деген сияқты да, бірақ ол біздің қолымызда емес. Біз міндетті түрде қалалық әкімшілікке қызмет көрсету орталығына баруымыз керек. Енді тез қызмет көрсетеді, бірақ оның барудың өзі кішкене уақыт алады ғой. Солай сияқты бізге енді жастарға кішкене кейбір жағдайда, әрине барлығы емес, сондай ыңғайсыздық тудырады, бірақ негізі осындай сияқты жағдайлар барлық адамның жағдайын жасауға, әсіресе қарттардың жағдайын түсінуге болады ғой. Сондайды жасауға Жапония кішкене көбірек көңіл бөледі екен. Жалпы бүгінгі жаңағыдай осындай видеомды мен тек қана сол 5 пунктпен ғана аяқтағым келіп тұр, бірақ негізі өте көп. Әрине Қазақстанды сағынамыз, Алла қаласа бәрі жақсы болып, біз осы Жапонияда қойған мақсаттарымызды орындап, бәрін Құдай қаласа бітіргеннен кейін әрине біз елге ораламыз. Алдағы уақытта да сол Қазақстанға, елімізге қызмет етеміз, Құдай қаласа. Қазақстанның негізі барлығын сағынамыз, кең жерлерін сағынамыз, жаңағыдай кейде бір даусыңды шығарып айқайлап, бір кең тыныстағың келеді деген сияқты. Міне осындай. Сіздер де өздеріңіздің пікірлеріңіз болса астына жаза кетіңіздер, толықтыра кетіңіздер. Біз дамып өсіп жатқан канал болғандықтан бізді қолдап кетіңіздер. Әрдайым қуанамыз. Ал кезекті видеоларымыздың бәрінде біз Құдай қаласа сол жалпы Жапония туралы, Жапонияға оқуға түсу туралы, тағы да басқа тақырыптар туралы, жалпы Жапония мен Қазақстанның жаңағыдай байланысы туралы видеоларымызды алдағы уақытта жариялай беретін боламыз. Көп рахмет. Сау болыңыздар.